Бұл менің жұмыс орным. Мектептің кітапханашысы мен Сатыбалдиева Раушан. Мектеп кітапханасында жұмыс жасағаныма 11 жыл. Тәуелсіз Қазақстанның келешегі жас ұрпақты тәрбиелей отырған мектеп дейтін болсақ, мектепте орналасқан кітапхана да осы міндетті бірге атқарады. Кітапхана дүниедегі ештеңеге теңестірілмейтін білім бұлағының көзі. Егемен еліміздің бүгінгі басты мақсаты жан-жақты сауатты ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. Елімізді әлемге таныту, болашақта еркін өмір сүріп, ойлаған армандарымыздың орындалуы тек ерінбей терең білім алғанда ғана орындалары сөзсіз. Ал білім алудың басты құралы кітап екенін жақсы білеміз. Өркениеттің көшінен қалмау үшін біз білім сапасын арттырып, адам ресурсын байытуымыз қажет. Болашақ білім жастардың қолында. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еңбегімен алған біліміңнің өзің үшін, елің ішінде таусылмас асыл қазына болмақ. Жастардың елін, жерін сүйетін, жаны ізгі, жақсы азамат болатынына сенемін деп жастарға сенім білдірген. Білімді ұрпақ егеменді елдің берік тірегі. Білімді болу үшін рухани дүниеміз бай, адамгершілік, кішіпейілділік, қайырымдылық қасиеттеріміз болу керек. Рухани байлықты оқырмандарымызға кітап арқылы жеткіземіз. Рухани дүниеңе демеу беріп, адамның қасиетін арттыратын да осы кітап. Осыдан барып, кітапсыз өмірді елестету қиын екенін түсінеміз. Кітап сарқылмас қазына. Мектеп кітапханасы мектептің бір бөлігі. Жаңа заман компьютер дәуірі болғанымен, рухани асық іздеген, көзі ашық, көкірегі ояу, әрбір адамның келер шаңырағы кітапхана. Кітапхана адамның білім мен көкжиегін күшейтеді десек, сол кітапханаға келіп, әдеби көркем шығармаларды, түрлі газет-журналдарды оқыған адамның мерейі өсіп, рухани азық алады. Кітапхана сапалы білімнің сенімді кепілі. Қоғамымыздың қайнар көзі кітапханадан бастау алады. Осы қазынамыз кітаптарды сақтайтын, оқырмандарды кітап мұхитына жетелейтін кітапхана. Жалпы мектеп кітапханасының кітап қорында 26914 дана, оның ішінде негізгі қорда 6239 дана, оқулықтар саны 20675 дана, оқырман саны 700. Кітапхана мерзімді басылымдарды жүйелі түрде алып отырады. Кітапханада мәңгілік ел Қазақстан, табиғат тіршілік аясында, киелі мекен Маңғыстау, анықтамалықтар мен энциклопедия, атаулы күндер, жаңа кітаптар әлемі және де балаларға арналған ертегілер еліне саяхат атты тұрақты көрмелер жасақталынған. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев оқуға құштар мектеп жобасын бекіткен болатын. Осы жобаға сәйкес білуге құштар өренге атты кітап көрмесі жасақталынды. Бұл көрмеде еліміздің үздік классиктерінің кітаптары, ана тіліне аударылған шетелдік әлем әдебиетінің жауһарлары, сонымен бірге қазіргі заманғы ақын жазушылардың кітаптары қойылды. Жоспар бойынша кітапханада көпшілік іс-шараларда ұйымдастырылады. Терең білімді, ғылым мен жаңалықтарын, өткен тарихты білу үшін көп оқу қажет. Оқырмандарға дөңгелек үстел, ауызша журнал, әдеби кештер, библиографиялық шолу, оқырмандар конференциясы, библиошар, пазл әдісімен, тәтті дәжем, тағы басқа да көпшілік шаралар ұйымдастырылды. Ұйымдастырылған іс-шаралар арқылы оқырмандарды көркем әдебиетке қызығушылығын арттыра отырып, қабілетін кеңейту мақсатын көздеу керек. Осы орайда оқырманның шығармашылығын, танымдылығын, қабілетін дамыту кітапханашылар алдындағы міндет. Мақсатымыз әдеби кітаптарды көп оқуға, мектептегі тәрбие жұмысына үлес қосу. Кітапхана киелі шаңырақ. Уақыт талабына байланысты кітапхана ісіне қоғамдық тәртіп пен ақпарат хабарларға деген өскелең талаптарға сай кітапхана жұмысын атқаруда. Ол үшін мәдениетті меңгеру қажет. Осыған орай оқу еңбегінің барысында оларды ең алдымен кітаппен жұмыс істеуге үйретуден бастаған жөн. Оқырманын өз бетімен оқуға үйретуді
Оқырман сауаттанады, сөз қоры молаяды, ойын еркін жеткізе алады. Оқушы өз бетімен кітап оқуға үйрету, оны қалыптастыру, оқушыны өмірге дайындаудың негізі болып табылады. Оқырманды өз бетімен кітап оқуға үйрету, оны қалыптастырудың әдіс тәсілдері. Өз таңдауы бойынша кітап оқу, бірігіп кітапты талдау, балалардың әрқайсысының өзіне ұнаған жерлерін оқыту. Сондықтан да еліміздің болашағы жарқын болу үшін ең алдымен рухани азығымызды реттеу керек. Кітапханадан алған білімін санасына сіңіріп, көкірегіне тоқып, еліміздің игілігіне жаратса дұрыс болар еді. Елінің сөзін сөйлейтін ұрпақ тәрбиелеуде ақпарат құралдарын насихаттау біздің қолымызда. Рухани байлығымыз тек мәңгілік екенін анықтағанымыз жөн. Кітапхана халық қажетіне жасап, ғасырлар бойы жасамақ. Осы құндылығымыз ешқашан жоғалмай, келешек ұрпақ асыл қазынамыздан нәр алып осындай берсін. Назарларыңызға рахмет.